Келес өңірі ақ мақтасымен ғана емес, арқалы да ақиық тұлғаларымен дараланып тұрады. Солардың бірі ақын Орынкүл Тәжиева. Қаламгердің 80 жылдық мерейтойына арналып, туған елін сүйіп өткен Орынкүл атты еске алу кеші өткізілді. Шара барысында тағылымы мен өнегеге толы ғұмыр жолы баяндалды. Шығармашылық шырғалаңына түсіп, сезім селін селдеткен Орынкүл Тәжиева саналы ғұмырын ақындыққа арнаған Келестің керім қызы. Мамандығын журналистикамен байланыстырып, шығармашылыққа ден қойған. Дәрігер боп басталған ғұмыры газетті де, баспаны да, балабақшаны да жазумен алмастыра алмады. Жан дүние ләззатын қалам тербеуден тапқан Орынкүл Орманқызы бір жанрдың жалынында қатып қалған жоқ. Детективтік, шытырман тақырыптарын көзқарақты оқырманға жазып кетті. Келес ауданында ең алғашқылардың қыздардан жазушы болған апамыз Орынкүл Орманқызы Тәжиеваның бүгін 80 жылдығы аталып өтіп жатыр. Бұл өте дұрыс, кейінгі ұрпағымызға үлгі өнеге. Бұл кісінің жазған шығармаларын біз өте жас кезімізде оқығанбыз. Шоқ жұлдызды, домалақ ана, сырғалалар әулеті, өте көркем, шебер тілде жазылған, жағы енді не болады екен деп жағы қызығып оқисың, керемет жақсы жазылған шығармалар. Орынкүл Орманқызының жан тербетер жазбаларынан жас ұрпақ оқығанда оқырманның қиялы қиянға шарлап кетеді дейді келестік жастар. Қаламгердің Жетім қыз, Менің ауылымның адамдары, Бақ қонған домалақ ана сынды шығармалары өмірлік азық пен көңілді шарқ ұрғызатын тылсым күш сыйлайды. Сол себепті де бүгінгінің жастары ақынның туындысын ықылас қойып, сүйсіне оқиды. Келестің ақыны ретінде, яғни Келестің тумасы ретінде бұл апам өзімнің мектебіне шыққан. Яғни бұдан мен өзім дара тұлғалықты алуға болады. Өзімнің бойымдағы сенімділік, жігерлік, туған елге деген махаббатты дәл осы апамнан іздей аламын. Қалай айтсам болады, кезінде Жарқын Наушабеков атамызбен қатарлас бол, оның көзін көрген газетші, журналшы, жазушы апамыздан үлгі алу біз үшін бір үлкен мәртебе. Ең алдымен тұрақтылық, яғни өзіңнің мақсатыңа деген нақты тұрақтылық, өз арманына жету үшін осы Орынкүл апамыздан үлгі алса, олар да өз армандарына жетер еді деп айтқым келеді. Осы тұрақтылықты ең алдымен бойларына сіңіре алады менің достарым. Еске алу шара барысында қаламгердің риясыз өмір жолынан бейнероликтер көрсетілді. Сондай-ақ кітапхана ұжымы Келес жұртының мақтанышына айналған Орынкүл ақынның шығармаларынан арнайы бұрыш дайындап, кітаптарынан көрме ұйымдастырыпты. Еске алу кешінде Орынкүл ақынның туыстары, көзін көрген бірге жұмыс атқарған әріптестері сәулелі ғұмырынан үзік естеліктер айтып, оның мәңгі өлмес шығармаларының құндылығын әңгіме етті. Келес өңірінің жалынды жастары ақынның туындыларын мәнерлеп оқып қана қоймай, оған жыр шумақтарын арнады. Майра Нұрмахан, Марат Жолдас, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.